Балаға кітап оқытудың сіз үшін тиімді болған әдісі мен үшін тиімсіз болуы мүмкін. Сондай-ақ, сіз үшін пайдасыз болған әдіс басқа біреуге пайдалы болуы мүмкін. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, кітап оқытудың келесі әдісі сіздерге арналады. 5 минут кітап оқудың тиімділігін білгіңіз келсе, лайк басып, арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. 5 минут кітап оқу дегеніміз, әр күн сайын сабақ барысында, үзіліс кезінде 5 минут уақыт бөліп, оқушыларға шағын сюжетті әңгіме, ертегі, аңыз, өлең, шешендік сөз оқып беру. Баланы ұзақ уақыт бойы соңына дейін оқуға отырғызып қоюға болмайды. Бұл біріншіден баланы шаршатып жалықтырады, екіншіден оның оқуға деген ынтасын жояды. Одан да 5 минуттан бірнеше бөліп оқытса, әлде қайда тиімді болмақ. Мысалы, қысқа жаттығулардың тиімділігі 1 сағаттық жаттығуларға қарағанда әлде қайда жоғары екен. Тағы бір мысал, суда тасты теседі, бірақ оның көп мөлшердегі ағын су емес, тамшылап аққан, тұрақты тамған су теседі. Сондықтан 5 минут кітап оқу әдісі анда-санда емес, тамшының тұрақтылығындай күнде жасалуы тиіс. Сонда оқушының ой-өрісі кеңейіп, білімі толығып, ең бастысы кітапқа деген қызығушылығы міндетті түрде оянады. Құрметті оқушылар, сендерге күнделікті 5 минуттық кітап оқу ұнай ма? Кітап оқытудың осы әдісі ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. 100 лүпіл басылса, келесі бір тиімді әдіспен бөлісемін.